Сәлем достар, Нұреге каналына қош келіңіздер. Қалайсыңдар достар? Бүгінгі келіңізді комментарияға немесе лайк арқылы тіркелу арқылы білдіріп кетіңіздер. Достар, мен бүгінгі видеода кешті өзім боламын, ешқай шауып жүрмеймін. Достар, бүгінгі видеода мен немен монтаждаймын видеоларымды, және немен обложка жасаймын, сол туралы айтатын боламын. Өйткені мен өзім сондай түсіргім келіп кетті, өте қызықты болады деп ойлаймын. Егер де сіздер де немен монтажларыңызды білмесеңіздер, міндетті түрде менің видеомды қарап, сондайынан қарап кетіңіздер. Міндетті түрде жай қарамай лайк қойып қарап кетіңіздер. Айтпаштай көп просмотр үстін. Рахмет айтпаштай. Ал достар, инше бастамас бұрын менің каналыма жазылып отырамыз тағы да достар. Тағы да менің подписчиктерім үшін бәрін үшін рахмет. Достар, кеттік. Деп переход жасамай қалама, білмеймін. Достар, мен иншот көбінесе мені монтаждайтын ол иншот. Бірақ мен қазір менің шортсқа салатын видеоларымды иншотта істей алмаймын. Иншотта музыка құя алмаймын фотодан. Енді мен қазірден бастап капкод жазып жатырмын. Капкодта мен күшті бір нәрсе істей аламын. Бірақ иншотта мен видео монтаждаймын. Кейбір кезде ғана обложка жасаймын. Ал мен бұлай обложканы кәдімгі өзіміздің камерадағы фотодан ғана, фото яғни галереядан қалам істей аламын. Оны қалай істеймін десеңіздер, бір фотоны түсіріп аласыздар, обложкаға керек заттарын бәрін дайындап болғаннан кейін фотоға кіресіздер. Және сол дайындалып тұрған заттарыңызды бүйтіп қойып жазулар жазсаңыздар, сохранить бассаңыздар, әп-сәтте бәрі дайын болады. Ал капкод ол шортсқа күшті, мысалға ояқта видео қойыларды, адам бүйтіп ұшып батқан тебістеген болады, немесе құлап батқан, сондай нәрсені бәрін мен капкодпен істей аламын. Мен қазірден бастап капкодты жазып жатырмын. Яғни маған капкодтан обложкалар жасай алатын боламын. Ал сіздерде қандай қандай нәрсемен монтаж жасайтынын білмей жатсаңыздар, міндетті түрде капкод, иншот және өздеріңіздің камераларыңыздағы галереядан монтаж жасаңыздар, және обложка, значок жасасаңыздар болады. Ал значокты қалай қоямыз достар? Біз значокты қойған кезде, творческий студияға кірген кезде бізде сол видео шығады. Ешқандай обложкасы қоймаған, соны бүйтіп үстін басасыздар. Ол жанында бір ручка сияқты отырады, соны үстін басып, тағы бір ручка жазады, соны бассаңыздар, потом сіздерге көп фото шығады. Бірақ біз оны таңдамаймыз, оны ең бірінші тұрған значок деген бүйтіп значок па бір сөз тұрады, соны басасыздар. Өздеріңіз дайындап қойған обложкаларыңыздың үстін басып, окей деп басып, сіздің сохранить қойсаңыздар, сіздерде обложка қойылды. Бұл туралы өзім мен басқа видеоларымда, влогтарымда айтып жатам. Ал достар, менің осылай кішігірім 3 минуттық видео аяқталған болатын. Осы жерге қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде менің каналымды қолдап кетіңіздер. Осымен видеом аяқталды. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Пока-пока. Менің каналыма жазып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока.